Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай бір ерекше дәмді шелпек дайындаймыз. Бұл шелпектің ерекшелігі пияз қосып дайындаймыз. Көп затты қажет етпейді. Аз ғана су, сүт және осындай бір пияз болса болғаны. Пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Енді 300 мг сумен пиязымызды бірге жақсылап араластырып аламыз. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Егер де ұнап жатқан болса, міндетті түрде пікір жазыңыздар. Пікір біз үшін маңызды. Және де каналға тіркеліп алыңыздар. Күнделікті жаңа рецепттер салынып жатыр. Енді осылай жақсылап араластырып аламыз. Міне араластырып алдық. Пиязды барынша майдалап турайсыздар ғой. Енді осындай қамыр илейтін ыдысымызға 300 мг сүт құямыз. Менде жылы піскен сүт. Үстіне жаңағы араластырып алған пиязымыз бен суымызды саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 2-3 шай қасық шекер саламыз. Енді қанша салатыныңызды өзіңіздің қалауыңыз. Біз сәл тәттілеу болған қалап тұрмыз. Енді 2 ас қасық өсімдік майын құямыз және де 2 жұмыртқа жарып саламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай бір келге етіп араластырып аламыз. Енді осының үстіне 1 шай қасық сода саламыз. Және тағы да араластырып аламыз. Енді араластырып болған соң үстіне ұнды елеп саламыз. Ұнды қажетті мөлшерде саласыздар. Бастапқыда қасықпен араластырып, кейін қолымызбен елеп осындай қамыр дайындап аламыз. Қамырымыз қатты да, жұмсақ та болып кетпеу керек. Енді бетін жауып, 5-10 минутқа тынықтыруға қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді ұн себе отырып, қамырларымызды майда бөліктерге бөлеміз. Менде бұл рецептпен 16 штук шелпек шықты. Шелпектерімді шамалы кішілеу жасадым. Сіздерге аз шелпек қажет болатын болса, осының тең жарымын дайындасаңыздар болады. Енді шелпектерімізді осылай ұн себе отырып жайып аламыз. Міне барлығын жайып дайындап алдық. Енді қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып, 2 бетін қызарта отырып пісіріп аламыз. Шелпектерді сүт қоспай елесеңіздер де болады, және айранмен дайындасаңыздар да болады. Енді әртүрлі қылып дайындай беруге болады. Мен қазір енді бұл жерде сүтпен, сумен араластырып дайындадым. Міне осындай әдемі шелпектер дайын болады. Барлық шелпектерімізді осылай пісіріп дайындап аламыз.
Осы видеоны көріп отырған болсаңыздар, видеоның астына міндетті түрде пікір жазыңыздар. Міне осымен шелпектеріміз дайын болды. Өте керемет, дәмді, иісі мұрын жарады. Әрі жұмсақ болып шығады. Сіздер жасап дайындап көріңіздер. Ас болсын. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, рахмет.